Йо, достар, егер сендер донатқа ақша таппай жүрсеңіздер, менің өзімнің қалтамнан сіздерге 5000 теңге беретін боламын. Бұл видеоның шарттары осы видеоның соңында көріп көріңіздер. Кейін маған тіркелген болуыңыз қажетсіздер. Онда сіздің мүмкіншіліктеріңіз көп болатын болады. Ал мен 5000 теңгені қайта әкемнің карманына салып қояйын. Ой, дурак! Осы видеоның атынан көріп тұрғандай, бүгін мені бір бала алдап кетуге тырысты. Достар, бірақ мен ол балаға сеніп қалмадым. Оған реально шын адам болып сатпақшы болдым. Күндердің күнінде Жаслан деген бала алданым қалайын деді. Не получилось, но не фартануло. Сам к успеху шел, не получилось, не фартануло. Сол балаға бүгін видеода пранк жасайтын боламыз. Дәл қазір біз сөйлескендерімді сіздер көретін боласыздар. Не деп сөйлестік? Пранк қызық болатын сияқты, достар. До конца көре беріңіздер. Достар, осы видеоның соңында көрейік. Соңында мен сіздерге шарттарын айтатын боламын. Короче, мен OLX-те аккаунт сатпақшы болдым. Ол қандай аккаунт десеңіз, ол не туралы? Free Fire туралы. Маған қазір сол туралы бірінші видеоны бастайын. Сол, достар, видео деген бар, телефоннан жанынан шығады. Соны мұны осы жерден бастаймын. Мұнда шетте шығып тұр. Соны жақтым. Мұны кірдік. Мұны, достар. Записті басам, запис басталды. Енді біз WhatsApp-қа кіретін боламыз. WhatsApp-қа кіріп көріп тұрғаныңыздай, ол бала бірінші маған ак сатасың ба деп жазды. Достар, мына жақта тұратын болады. Мен ол балаға қандай керек деп жаздым. Мен аккаунттарым негізі екеу бар. Free Fire туралы деді ол. Қанша ақшаға дедіп жаздым. Ол бала 2000 теңге деді. Кейін ол балаға фотосын жібердім. Көп адам маған фотосын сұрайды. Сол үшін жібердім. Штаны ангела бар, қыздікі, бірақ халява, достар. Ема дерзкий деді. Қай жақта тұрасың деп жаздым ол балаға. Мен де білім қажет болған, кидоктарға сатып атқаным ба, жоқ па. И потом Алматы деді. Мені кім айтты деді. OLX көрдім деді. Каспиге жібересің деп мен потом о счетты жаздым. Счет экранды көрінбейді. Міне, жіберсең берем деп жаздым. Жібер сен енді. Кетті ақша деді. Әкем жіберді деді, достар. Кейін потом шек деп сұраған ем, ол шекті білмейді деді. Шек жібермеді. Келмеді әлі деп мен өзім счетымды жібердім, қанша ақша тұрғанын. Алдамасай маған, кінә ғой деп атыр. Өзі сонда өзі алдап жатсам, мен алдамай берем десем, менікі кінәма сонда, достар. Кейін потом ол маған скринді алдап жатсын. Жібер, тез айтпесе арыз жазам деп. Достар, арыз жаза берсін, сол бала көріп тұрғаныңыздай. Мал өліп кет, сондай жаман сөздерді маған айтып кетті. Папа звондайды деп, милицияға берем деп. Звондасын дедім. Кейін потом маған жаман сөздер айтты, әке шешен деп сөйтіп. Достар, ондай кидоктар болмайды ғой. Енді дәл осы номерді сохранить етіп алып, дәл қазір үстіне пранк жасайтын боламыз. Достар, көре беріңіздер. 2 hours later. Мен көп ойландым сол балаға звондайын деп, бірақ бір жағынан ойландым, бірақ керек емес шығар деп. Бірақ ондай балдар кидоктар аз болу қажет. Кейін потом звондадым. Міне, достар, бірақ мен камераға түсіретін телефон болмады, достар, кешірім сұраймын. Бірақ видео запись бар, міне, достар. Сөйлескендерімізді естіңіз. Міне жақтым. Алло. Естіліп тұр ма, достар? Салам алейкум. Алейкум ассалам. Саид, ты да? Нет? Саида, позови, да, Саида. Я не знаю Саида. Слышь ты, тебя как зовут? Не знаю. Ладно, неважно, блядь. Слушай сюда внимательно, слышишь? Слушай сюда внимательно, говорю. Не перебивай. Если Саид дал этот номер, блядь, через час, если он или ты вместе с бабкой, блядь, не будете... Көріп тұрғаныңыздай, мен ол бала маленький деді, маленький болса, оны кидок істеп не қылады. Звонок көріп тұрғаныңыздай күлкім келді сол кезде ол баладан.
кидокты жазаладық достар. Белгісіз балаға звондадық. Достар, осы видеоның басында сіздерге конкурс ойнаттым. Сол конкурсы 2000 теңге болатын болады. Сіздер 2000 теңге ұтып алуыңыз мүмкіншіліктеріңіз бар. Не істеу қажет десеңіз, менің каналыма тіркелесіздер. Және лайк басасыздар, осы видеоға комментарий жазып кетесіздер. Мен қатыстым деп. Кейін осы видео ана балаға звондаған дұрыс болды ма, дұрыс болмады ма жазып кетсеңіздер. Бана робот қақтан алдым десеңіз, мен Google'да ссылкасын қалдыратын болам описанияда. Негізі кейінгі жағы қызық болатын сияқты звондаған кезде, бірақ мен өшіріп қойдым достар. Бұқтайтын көп жері бар. Бірақ ол YouTube'да болмайды достар. Тогда давайте, достар, сәттілік сіздерге.